12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, қадірлі қазақ елі, эфирде жаңға дәру жан сусар хабары және мен Жұлдыз Бесек. Бүгін бізде қонақта журналист, блогер, сатирик Құралай Сейсенбекқызы. Қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет. Көңіл күйіңіз қалай, денсаулығыңыз? Шүкір, жақсы. Бәрекелді, сұхбатқа дайынсыз ғой? Дайынмын. Тамаша, ендеше бастайық. Құралай ханым, Бақытжан Советұлы ағамыз осы бағдарламаға қонаққа келгенде жас сатириктер бізде өсіп келеді. Солардың бірі Құралай Сейсенбекқызы деген еді. Өзіңізді сатираның сарбазы ретінде сезінесіз бе? Сатираның сарбазы деп өзімді сезінбеймін. Егер біреуді күлдіріп жатсам, ол өзімнің қоғамда болып жатқан оқиғалар және өзімнің мінезімнен шығар деп ойлаймын. Сол енді сатираға жақындығым көбінесе өзімнің қалай айтады, қожанасырлығыммен астасып жатады ғой. Мінезім болмысым десеңіз? Иә, мінезім, болмысым. Сол сатираға жақын өзімнің мінезім. Тамаша. Күлкі өмір ұзартады деген сөз бар. Сатиралық оқиғаларды қайдан аласыз? Сатиралық оқиғалар, ол менің айналамда болып жатқан оқиғалар. Мәселен, менің анам күнделікті маған қоңырау шалады. Бір күні қоңырау шалмай қалды мүлде. Содан мен уайымдай бастадым. Күніне неше рет звондасам да, қоңырау шалсам да, інімнің әйелі, яғни келінім алады трубканы, немесе інімнің телефонына қоңырау шалам, ал анамның телефоны сөндірулі тұрады. Уайымдадым, себебі ол кісілер ауылда тұрады. Солай 4-5 күн өтіп кетті. Арқаны кеңге салып жүрген кезде. Содан бір күні келініме айттым, неге мамам трубкаға келмейді? Маған өкпелеп жүр ма? Соның себебін біліп бер деп. Сөйтіп жүргенше жұма болды, жұмада ауылға бардым. Сөйтіп анама айтпаймын, мама не болды сізге? Неге телефоныңыз сөндірулі тұрады десем, шешем бетін басып күледі. Не болды десем, интернеттен бір дәріні тауып алыпты. Сөйтіп соған немересіне жазғызып алған номерін, қоңырау шалған. Сөйтсе ол кісілерге де саудасын жүргізу керек. Үлкен кісі екенін біліп, 60-тан асқан адам ғой, алдағанға өте жақсы. Үлкен кісі екенін біліп, ұсынған өз дәрілерін. Содан айтқан, қызуыңыз көтеріледі ма анда-санда, беліңіз ұйыды, тізелеріңіз қақсайды ма деп сұраған. Шешем жаңағы құдайдай сеніп, анан бір тәуіп көрген ба білмеймін, қуанып кеткен ғой, ауруымның бәрін дәл тапты дейді. Содан бағасы қандай деп сұраса, қол жетімді деп айтыпты. Сонымен заказ берген, тапсырыс берген, сөйтсе олар бір 500 мыңды айтқан. Сөйтіп мамам одан анам енді қатты қорыққан, жоқ деп айтуға баяғының кісілері ұялады ғой. Сөйтіп ол кісіге иә аламын деп үйдің мекен жайын, телефонды барлығын айтып қояды. Сөйтіп айтып біткеннен кейін телефоннан қорқам дейді ғой. Келініммен балам айтуға қорқам. Сөйтіп телефон алады. Өзінің бөлмесіне кіреді, сандығының үстіне қояды, үстіне жүкті жинайды, телефонын өшіреді, несін, даусын жай басып қояды, үстіне жүгі жинап, ескі сыртынан құлттап қояды. Сөйтіп ол бөлмеге кірмейді екен, күніне 2 рет барып, өз айтады, естің кілтін ашып бейтіп, жүктің сыртынан тыңдаймын, шарайта қалса, зәрем алмай қашып кетемін дейді. Сөйтіп телефон сөніп қалған. Анамның сондай мінезі, содан сатира осындай қызық оқиғалардан туады ғой. Бәрекелді, тамаша. Әлеуметтік желі арқылы жақсы танылдыңыз. Сіздің жазған шағын әңгімелеріңіз көп лайк жинайды. Мұны немен байланыстырасыз? Бұны өмірмен тығыздығымен байланыстырамын. Айтпесе мен бір ауадан алып, немесе бір ойлап жазбайды екенмін. Ол өмірде болып жатқан күнделікті көрініс, айналамыздағы оқиғалар, жаңағыдай анамның, інімнің мінездерінен, құрбыларымның сөздерінен алынады. Балаларыма деген сағынышым, ол балаларым қазір ауылда оқып жатыр ғой. Сондықтан сондай бір
кейде мұң болып төгіледі, кейде күлкі болып үйірілетін шығар. Соның барлығы шынайылығынан деп ойлаймын. Бәрекелді. Бір әңгімеңізді осында баяндап берсеңіз тағы да. Бір әңгіме қазір бірінші бір қызық әңгімеден бастайық. Жуырда маған біреу қоңырау шалды. Трубканы көтере салман маған айтады, сіз құралайсыз ба дейді. Иә десем, тірі құралайсыз ба дейді. Мен айттым, өлі құралайды әлі көрмедім. Иә, тірі құралай дедім. Сөйтсем, мен сіз кім боласыз дедім. Мен жақында поля егіп едім деді. Пияз ектім, поляға пияз ектім деді. Түсінбей қалдым, оның маған қатысы қанша, енді құтты болсын пияз ексеңіз. Иә, сол, бірақ менің ақшам жоқ дейді. Ақшам, мен түсінбедім сізді десем. Күмілжіп тұрды да маған айтады, біз отбасымызбен шешім қабылдадық дейді. Менің 6 бала шағам бар, ақшам жоқ. Өзіміз орташа жағдайда өмір сүріп жатырмыз. Сізге сіздің инстаграмда оқып тұрып, мамаңызды сағынатын жазбаларыңызды оқып жүрегіміз ауырады. Отбасымызбен бір шешім қабылдадық дейді. Ақшамыз жоқ болғандықтан бір қап пияз сыйлаймын сізге. Және де апта сайын менің інім сізді көлігімен анаңызға әкеліп апарып, ауылыңызға апарып әкеліп тұрсын деген ұсыныс айтты. Міне сондай адамдардың бар екеніне бір сүйсіндім. Және де әңгімесін басталып, мен поляға пияз егіп едім деп бастағаны маған бір қызық көрінді. Тағы да сондай қоңырау шалынды. Трубканы алсам, бұл жолы алло деп бастап едім, тағы да құралайсыз ба? Иә десем, мен телефоныңыз газеттен алдым, түрмедегі зекпін ғой деді. Түсінбей қалдым дедім. Мен зекпін, аты жөні мынандай деп айтты да. Енді аяқ қолым сәл дірілдеп, енді не айтар екен деген ой болды. Сөйтсем айтады, мен сіздің құрақ көрпе деген жазбаңызды жібермей оқимын дейді. Ол, яғни құрақ көрпе, ол жерде мұңлы әңгімелер де бар, сатира сарынындағы әңгімелер де бар. Сол өтсе керек ол жігітке. Телефонмен біресе мұңлы дауыспен түсіндіріп жатыр, біресе күледі. Сосын айтады, мен сізге кеше 5000 теңге салып жібердім дейді. Сіз жолақыдан қиналып жүрме деп дейді. Сол жолақыңызды алсаңыз, және де сіздің денсаулығыңыздың қалай екенін, неге құрақ көрпе 2 ай шықпай қалғанын біле салайын деп едім деді. Мен арғарай жаңағы сөзге тұншығып сөйлей алмай, не айтарымды білмей қалдым. Сонда аман болсаңыз болыпты, мен сізге сол амандығыңызды білейін деп едім деді. Сол кезде ойладым, темір тордың ар жағында да жақсы адамдар бар, ол кісілерді де соларды жоғалтпасақ екен, адамдығын жоғалтпасақ екен деген ой келді. Сосын менің өзім жақсы көретін ыстық нан деген жазбам бар. Мен өз жазбаларымды бір әңгіме деп есептемеймін, немесе бір керемет жазба деп бұлар посттар, Фейсбукке арналған, Инстаграм желісінде мен бір отырып, арнайы үстелге отырып жазбайды екен. Мен телефонмен жай ғана бір сезімдер, жаңағы сәтті кешірген кездегі құйылып келген сезімдерді жай ғана пост ретінде, бұлардың бәрі посттар. Әңгіме деуге де келмейтін, сарыны мүлде бөлек. Сонда бір жағдай болды. Студент кезімде 100-120 шақырым болса керек, менің ауылым әлде 100 шақырым, қазір ойымда жоқ. Сол жақтан менің әкем, мен анам қыстың күні дәл көліктерін сатып жіберген, сондай бір қысылтаяң кез еді. Мен студентпін. Әр күні әкем Майтөбеден Таразға мотоциклмен жолға шығады. Рюкзагында 6 бөлке наны бар. Астында енді құрт майы бар шығар, аз ғана, бірақ ол міндетті түрде 6 бөлке наны бар. Пешке 6 бөлке нан сияды ғой. Соны маған әкеліп жеткізеді. Қыста түнде келеді, себебі күндіз жұмысы бар. Мен оны білем, терезенің алдында жатақханада отырам, әкемнің мотоциклдің дауысын танимын. Сол кезде жүгіріп шығам. Сосын жаңағы қастарына қырау қатқан, кірпіктеріне қырау қатып, маған 6 бөлке нанды береді. Сон 3 сұрақ қояды: жағдайың жақсы ма? Етігіңнен су өтіп кеткен жоқ па деп, жаурап жүрген жоқсың ба дейді. Жоқ деймін. Сонымен ішке кіріп кетем, әкемнің көзімен шығарып салып тұрған сезем. Ішке кірген кезде жаңағы көлік, мотоцикл оталып жүріп кетеді. Сонда жаңағы нанды құшақтап, иіскеп отырып, ыстық екені сезіледі. Қазір ойласам, ол нан мүлде ыстық емес, себебі ол қанша сағат жолдан келді. Және де әкемнің өзі қатып қалғанда, маған білдірмей, жаурамай тұрған сияқты,
ол нан ыстық емес, ондағы анам мен әкемнің нанға қосқан махаббат екен ыстық. Ыстық нан деген осы бір әңгімем өзімен айт. Әңгіме деп айтып жатырмын ғой, пост бұл да. Сіздің өлең оқығанды, поэзияны жақсы көретініңізді жақсы білеміз. Балаңыз Дархан мен қызыңыз Диляра да мәнерлеп оқу шеберлері. Студияда жатқа өлең оқып берсеңіз. Мұқағали Мақатаевтың «Сүрініп кетпе» деген өлеңін оқып берейін. Сүрініп кетпе, сүрініп кетсең болғаны. Дей бергін досым, басыңа қырсық орнады. Адам дегеннің аяқ астынан сорлауы, аңдамай басып, сүрініп кетсең болғаны. Аңдамай кейде басамыздағы кердеңдеп, құлап жатамыз, аяқ қолымыз ербеңдеп. Сүрініп алып есіміз қайта жиғанда, жоғалған сәтті іздейміз тағы жерден кеп. Таппайсың оны, тартасың азап сан жылдар, аттай алмайсың, құлауың мүмкін алдың жар. Не істесем екен сендерге, сүрініп кетіп, бүлініп жүрген тағдырлар. Не істесем екен сендерге, сүрініп кетіп, бүлініп жүрген тағдырлар. Тамаша, рахмет. Енді жылда журналистер күнінде барлық адамдар, әсіресе журналистер қауымы кәсіби мерекесіне орай өздеріне құттықтау алып жатады, оны әлеуметтік желіге салып жатады. Мынадай әкімнен алдым, мына жақтан құттықтау алдым дегендей. Сіз ылғи жазасыз, мені бір ерекше адамдар құттықтайды деп. Сол кімдер екенін сұрағымыз келіп отыр. Мен еңбек демалысына шығып келген кезде бірде кабинетте Эльмира Мырзағали басшым бұрынғы. Сол кісі бір шама қағаздар жинақтап қойыпты. Сөйтіп бәрін жаңағы іс-шараларға шақырулар келеді ғой. Аты жөнімізбен жазады кейде. Пәленше Түгеншееваны мынандай іс-шараға шақырамыз деп. Нақты бір мекемелер, орталықтар, және мені де сондай орталықтар шақырған екен. Сосын бәрі күлет, түсінбедім, қағаздарды қолыма алсам, біреусі бомжатник, біреусі қарттар үйі, біреусі жетімдер үйі, біреусі мүгедектер үйі. Тек сондай жазбалар, шақыртулар болыпты да. Және де журналистер күнінде де біздің басқа журналистер министрден, президенттен, әкімнен хат алып жатқан кезде маған жаңағы қарттар үйінен, мүгедектер үйінен, мүмкіндігі шектеулі балалар үйінен, жетімдер үйінен құттықтаулар келіп жатады. Бұл сондай бір мен үшін билік өкілдерінен, құзырлы орындардан алған хаттардан гөрі, менде ондай хаттар баршылық. Ең жаныма жақыны сол қарапайым жандардан, жаңағы абақтының ар жағында сүрініп қайта жүгіруге мүмкіндігі бар сондай адамдардан, өмірдің қиын қыстау кезінде отырған адамдардан, есікке бара алмай қалған, қолына асын алып іше алмай қалған мүмкіндік шектеулі жандардың алғысы маған екесе қуаттандырады, екесе жігерлендіреді мені. Сол кісілерден алам. Тіпті бірде сыныптастарымызбен бір туған күнге бардық, бүкіл сыныптастарымыз жиналды. Сонда бір мақтанғым келді, бәрі айтып жатыр. Біздің Құралай журналист, себебі мен жаңағы енді мақтағанда желпініп кетеміз, әсіресе еркелігіңді көтеретін адамдардың алдында. Жаңағы, ой, журналист қыз деген сайын өзіме ұнайды, бала күнімнен туылған сайын, шешем айтады, 2 жасыңнан қолыңа вилка ұстап жүретінсің, ол микрофон деп айтатынсың деп. Өзім бала күннен армандағы мамандығым болғандықтан журналист деген сайын маған ұнайды. Сөйтіп, ой, біздің журналист деп көтермелеп отырған бір кісі келді. Ой, Құралай Сейсенбек қызы, ой, сізді көргеніме қуаныштымын, мына кафеде, мынау сізге менің сыйлығым, ауыз тиіңіз деп жаңа дастарханымызға торт алдырды, бір тіске басар алдырып, жаңағы дәммен ауыз тиіңіздер деп дастархан үстіне толықтырып жатыр. Мерейім өсіп қалды жаңағы жерде, сыныптастарым сұрайды ғой, сіз Құралайды қайдан танисыз деп. Сонда жындыханадан демесі бар ма? Ол да жаңағы мен үнемі жындыхананы жазам ғой.
сол кезде сол кісі не сол жерде жұмыс істейтін кісі немесе жазылып шыққан кісі екен, бірақ сұрамаппын, көңіл күйім түсіп кетті. Сондай бір қызық оқиғалар болып тұрады. Иә, бәрекелді. Сізге түрмеден, психбольницадан енді әртүрлі бомждар, қайыршылар телефон шалады екен. Иә, сол кісілер қоңырау шалып, біраз күн бұрын айтқан өздерінің өтініш, сұраныстарын сол жайлы сұрайды. Иә, мен міндетті түрде үнемі сұхбаттарда айтып жүрем. Осы қаладағы 80% қазақ қайыршыны танимын, 100% танимын десем болады. Олардың әрқайсымен қасына отырып сөйлескенмін. Мәселен, бірде қақаған қыста бір 3 баланы көрдім. Қыз 16-17 жасар қыз және одан кішкентай 9-8 жасар 2 бала жанында қайыртілеп отыр екен. Қасына келсем, үшеуі үш жаққа қашады. Ал менің жаныма бататыны, неге олар қайыршы болып кетті? Бала ғой әлі, ойнап жүру керек сияқты. Дәл аялдаманың арты екен. Ол балаларды өзіме тартқым келді. Сол күні мен қызыл түсті жақсы көрем. Бір етігім қызыл, жылтырақ, сондай үстімде бір жылтырақ пальто. Сосын олар менің жылтырағымнан қорқып тұрғандай болды да, олар тым қарапайым еді. Үстілері кір-кір, тырнақтары қап-қара өсіп кеткен, жыртық киініп алған. Сосын ойыма бір жақсы идея сап ете қалды. Дүкенге кірдім да, салат алдым, нан алдым, жаңағы ыстық шай алдым, асхана бар екен. Сөйтіп сол жерге газетті жайып, аялдаманың артына отыра қалып, өзім бастадым жеп, қолыммен. Адамдар көп өте, бірақ мен олар енді жемейтінін білдім өздері келіп. Мен отыра қалып жегеннен кейін бір кәмпиттер бар. Балалар кәмпитке алданады ғой. Жайлап үшеуі жан-жағынан келе бастады. Бір уақытта уже алдыма отырып алып, әңгіме айтып отыр. Сол кезде бір шойын шапалақ шарт ете қалды артымнан, бетімнен. Сосын түсінбей жалт қарадым, сөйтсем сүйреп жатыр мені. Иттің қызы, ата-анаң сені қалада журналист болып жұмыс істейді деп ойласын, сен көшеде қайыртілеп отырсың. Мамамның әпкесі екен. Сөйтіп ойлап қалған ғой, енді мен дәл солай жерде елдерді ұмытып кеткем, адамдар ары бері қарап өтіп жатқан бәрін ұмытып кеткем. Қайыршы ұқсап отыр ғой, адамдар бізге тиын тастап жатыр ғой. Сол жерде сондай оқиғалар болып тұрады. Сондықтан ол кісілер менің сырласым, маған мұңдарын шағады, өкпелерін, наздарын айтады. Балалар тастап кеткен қарияларға бар маңдайымды сүйгізіп қайтам, әкемнің иісі келеді мұрныма. Анамның мейірімін аңсағанда сол аналарды барып құшағына кірем. Ешқайсысы көкірегімнен итерген емес. Кейде билік басындағылар мүмкін мұрнын шүйіретін шығар, ал бірақ ол кісілер ешқашан теріс қарамайды. Біз бір нәрсе айта салайын, біз о дүниеге кеткенде өзімізбен бірге жиған дүниемізді, дүние мүлкімізді, балаларымыздан қызғанған телефонымызды, немесе әмиянымыздағы қыруар ақшаны алып кетпейміз. Біз ол дүниеге абыройымызды, ар-намысымызды, өзіміздің бойымыздағы елден алған алғысымызды алып кетеміз деп ойлаймын. Сондықтан алғыс алып жүрейік. Айтқаныңыз келсін, Құралай ханым, сұхбатымыздың соңында Жамбыл жұртына айтар ізгі тілегіңіз болса тыңдауға әзірміз. Құрметті жамбылдық жерлестерім, биылғы жаңа жыл балалар жылы болып басталғанымен қаңтар айының басы қатыгездікпен, сондай бір зұлымдықпен басталды. Бұл біздің қабырғамызды қайыстырды. Нахақтан нахақ төгілген көз жасы, құйылған қан, айтылған сөздер, барлығы сол қаһарлы аптамен өтіп кетсе деп ойлаймын. Алда бізді жарқын болашақ, бір-бірімізге деген мейірім, бір-бірімізге деген адал сенім, махаббат, сүйіспеншілік, достық, бауырмалдық. Болашаққа осы нәрселерді алып барсақ деген тілегім бар. Әлемді мейірім ұстап тұр. Адамнан адамға жылылық қана жетпейді деп ойлаймын. 9-шы қабаттан үшіп сәбиін лақтырып артынан өзі секіріп кеткен әйелге де мейірім жеткен жоқ. Бәлкім оның маңдайынан сипайтын адам болса, сол сәтте ол секірмес еді. Бірақ біз өзіміздің қай жақынымыздан барып, жағдайын қалай деп сұраппыз. Бір-бірімізден жағдайын қалай, көңіл күйін қалай,
деп сұрап, ең құрығанда арқасынан қағып, маңдайынан иіскеп тұруға мейірімдеріңіз жетсе екен. Құрметті менің жерлестерім, бәріміз замандаспыз. Алдағы жақсы күндерде, шуақты күндерде кездесейік. Құралай ханым, бүгін алтын уақытыңызды бөліп, біздің студиямызға келіп, әсерлі әңгімеңіз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Алдағы уақытта шығармашылық толағай табыстар тілейміз. Рахмет. Осымен сатирик, блогер, журналист Құралай Сейсенбек қызымен болған сұхбат соңына жетті. Қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған тыныш та бейбіт заманда бақытты да бақуатты ғұмыр кешуімізді Раббым нәсіп еткей.